дайындал. Достар, біз осы командамен алып қашуға барған болатынбыз. Үлкен рахмет жігіттерге, қыздарға. Тағы да басқа да жігіттер болды. Енді олар жұмыстармен кетіп қалды. Сабдәулет болды, Бекет болды. Тағы да жігіттер болу керек болған. Но тағым бар еді? Жарайды. В общем, солай, достар. Қазір осы соңғы постты салдық. Осы аяқта көрсеткен, Аллаға шүкір. Бізде барлығы жақсы. Өте қатты қуаныштымын. Қуанышым қойныма сыймай. Сүйген адам қасымда. Шым солай. Не дерімді білмей тұрмын. Қуаныштан. Бұйыртса, ертең бет ашар. Қандай негізі братан? Сценарий қандай? Сценарий бойынша мен құдай өз сақтасын, ондай жаман әдетім жоқ. Бірақ мен бір жаман бір нәрсемен менторға ұсталып қалдым. Соны қазір уайымдап айда шығады, содан ұстаймыз да. Саламыз машинаға, Саддәулет, аман есен алып келдік. Негізінде Айда екеуміз барлығын тоқтатып, мен границадан шығып кеткен болатынмын. Айда өзінің сөзін айтып, Нұрдәулет болды, екеумізден ештеңе шықпайды, мен саған сенбеймін, мінезіміз сәйкес келмейді деді. Мен көңілім қалды, базар жоқ. Мен неден шығып кеттім, жарайды деп мен тоқтатып кеттім. Жарайды, тоқтаса тоқтасын деп өттім дағы. Мен алдын ала барлығын пландағам. Балалардың барлығын жинадым сол жерге. Қатысушылардың маған көмектесем деген қатысушылар жинадым дағы. Айданы алдап сөйтіп шығардым. Сонымен алып кеттім. Ал мен қыздың мені сүйетін көзінен ақ байқадым. Ол сөзінің барлығы, ол маған деген ашу, маған деген бір сондай ыза десем де болады да, андайша реніш қой енді. Соның барлығы бір алып қашумен жаздым десем болады. Аллаға шүкір, енді мен жанымда мүлдем ренжітпеймін. Не дедің? Айтшы. Деп сызылып. Нұрдәулеттің бір жерге шығып кетсе қалай болады? Ау? Бір жерге барып кетсек. Сталды бұл. Салам алейкум. Салам алейкум.